Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай чаймен ішкенге өте жақсы үйлесетін, пеште піспейтін, желатин қосылмаған десерттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Салу жолы өте оңай әрі жұп-жұмсақ болып шығатын бұл тәттіні менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл десертті жасау үшін небәрі 3 қана зат керек. Ең алдымен салқын сүтімізді отқа қоямыз. Шоколадтарымызды осылай ұсақтап бөліп аламыз. Сүтіміздің үстіне крахмалымызды қосып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін шоколадымызды аз-аздан қосып, жақсылап ертеміз. Шоколадты қосқанда осылай үздіксіз араластырып отырыңыздар, себебі шоколадымыз ыдыстың түбіне жабысып қалуы мүмкін. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, қант қосып жіберсеңіздер де болады. Отыңыз міндетті түрде қатты болмауы керек. Алғашқы кезде шоколадымыз еріген кезде біздің массамыз сұйықтау болады. Соны жақсылап араластыра отырып, қою болғанша осылай отта ұстаймыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай қою масса болып шықты. Енді формамызды дайындаймыз. Сіздер кез келген тәттінің қалған ыдыстарын пайдалансаңыздар болады. Мен кекстің ыдыстарын пайдаландым. Осылай барлығын салып болғаннан кейін холодильникке кемінде жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Осымен біздің жұп-жұмсақ тәттілеріміз дайын болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Тағамдар каналы.